Жастарды кешенді қолдау мемлекеттік саясаттың басымдықтарының бірі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев талабы жоғары жастар үшін ашық және тиімді жағдай жасау керектігін атап өткен болатын. Және соның бірі президенттік жастар кадр резерв жобасы. Ол мемлекеттік басқару және квазимемлекеттік сектор жүйесінде жетекші лауазымдық орындарға лайық дайындалған тәжірибелі жас адамдарға бірегей мүмкіндік беріп отыр. Жастар кадрлық резервіне Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. Міндетті түрде жасы бойынша 18-де болу керек. 18-ден 35 жас аралығындағы кез келген азамат. Еңбек өтілі кем дегенде 5 жыл болу керек. Және де сонымен қатар осы жоғары білімі болу керек. Осы кадрлық резервке 1 қыркүйектен 31 қыркүйекке дейін сайтқа тіркелу міндетті. Осы кадрлық резервке қажетті құжаттардың ішінде ол біріншіден төлқұжаттың көшірмелері, еңбек өтілін растайтын еңбек кітапшасының көшірмелері болу керек. Және де өзінің жұмыс орнынан, не бұрынғы жұмыс орнынан ұсыныстар болу керек. Яғни оның кем дегенде 2 ұсыныс болып, соларды бәрін сайтқа тіркелу қажет. Айта кетуіміз керек, оған тек мемлекеттік қызметшілер ғана қатыспайды. Басқа мамандық иелерінің қатысуға мүмкіндіктері бар. Бүгінгі күні ел бойынша оған қатысуға тілек білдіргендер саны 776 адам болса, соның 2-і Екібастұздан. Айта кетуіміз керек, ертсайының өзі де сол кадрлық резервке қатысуға үмітті. Осы кадрлық резервке қатысуды ең алдымен елбасымыздың жолдауын тыңдай отыра, ең алғаш рет сол жерде естіп, және де жаңағы сайтта аралап отырып осы нелерді көрдім да, оқып, өзім ойланып жүрдім біраз ойландым да, неге осы бүкіл талаптарға сай келемін, және де өзіме неге көрмеске деп тәжірибе ретінде өзімді сынап көрейін дегем әрқартай. Екібастұздың резервтегі жастардың тізіміне іліккендердің бірі Арслан Қалиақбаров. Ол бүгінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында еңбек етіп жүр, және еңбек өтілі 7 жылдан асып кетті. Оның кандидатурасы барлық талапқа сай келіп тұр. Сондықтан ол президенттік жастар кадр резерві жобасына қатыса алады. Послушав послание президента Республики Казахстан в начале сентября, қыркүйек айының басында мемлекет басшысының жолдауын тыңдап, президенттік жастар кадрлық резервіне қабылдау басталғанын білдім. Сөйтіп, оған қызығушылық таныттым. Мемлекеттік қызметші ретінде жаңашылдықтар мені қызықтырады, және беріліп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмауым керек. Резервте тұрғандар өздерінің кәсіби және жеке дамулары үшін Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында және оның филиалдарында курстарды оқып, тренингтерге қатыса алады. Жастар кадрлық резервіне қабылдау қыркүйектің 30-да аяқталады деп күтілуде. Ал соған барамын деуші үміткерлер ПК резерв кедет сайтында тіркелгендері жөн. Сонымен қатар ақпаратты қалалық әкімдіктен 39 кабинеттен алуға болады.